Сәлем достар. Бізде бүгін elementary деңгейінің 11-ші сабағы және бүгінгі тақырып all articles. Артикльдер, бізде 3 артикл бар, олар a, an және де they. Артикл an ол indefinite article, яғни белгісіз артикльдер, және артикл definite article, яғни белгілі артикл. Қай кезде an'ді қолданамыз? Before singular countable nouns, яғни жекеше зат есімдердің алдында біз артикл a және n қолданамыз. In general, жалпы алғанда. Олар негізі one деген сөзден қысқартып алынған. Ағылшын тілінде ерекше ереже бар. Яғни әрбір жекеше зат есімнің алдында міндетті түрде санын көрсету керек. Яғни one деп айту керек. One apple, one book, бір алма, бір кітап. Қазақ тілінде ондай ереже жоқ. Біз бір кітап деп айтуымыз маңызды емес. Біз жай ғана кітап деп айта салсақ та болады. Бірақ ағылшын тілінде міндетті түрде one деген сөзді қосу керек. Енді әр қашан one деп айта бермес үшін one деген сөзді қысқартып a және n артиклін алған. Неге артикльдер екеу? Неге біреу ғана емес? Себебі n артиклі бізде vowel soundтың алдында тұрады. Vowel дегеніміз бізде дауысты дыбыстар, дауысты. Ал a бізде consonant sound, яғни дауыссыз дыбыстардың алдында тұрады. Мысал келтіріп көрейік. Give me an apple. Маған алма бер. An apple, бұл жерде a бізде vowel sound, бұл жерде a деп айта алмаймыз, өйткені бір-бірімен оқылмайды. Қосылып кетеді, мысалға, give me apple. Мен a деген артиклді айттым, бірақ сіздер оны естімеулеріңіз де мүмкін. Сондықтан n деген артиклді аламыз. Give me an apple. Маған алма берші. Мұнда себетте көп алмалар тұр, бізге қай алма екені маңызды емес, бізге бір алма керек. Яғни, кез келген алма бола береді. Кез келген any. Сол жағдайда да біз артикл an қолданамыз. Тағы бір мысал. I have an umbrella. Менде қолшатыр бар. Түсінікті, енді consonant soundқа көшейік. I have a dog. Менде ит бар. I need a glass of water. Маған бір стакан су керек. Түсінікті, тағы бір мысал. I have a phone. Менде телефон бар. Мұнда түсінікті, consonant sound және vowel sound. Бірақ бізде exceptionстер бар. Олар I go to a university. He is a unique person. I need an X-ray. Мұнда you бізде негізі vowel sound, vowel sound еді. Неге a артиклі қолданылып тұр? Себебі you оқылуына да маңызды. You мұна жерде e болып оқылып тұр. University, Сондықтан ол бізде consonant sound. Сондықтан біз a қоямыз артикл. Ал мұна жерде an X-ray. X бізде негізі consonant sound, бірақ біз n қоямыз, себебі мұнда бірінші оқылып тұрған дыбыс ол e. X-ray. Сондықтан артикл n қоямыз, Түсінікті, келесі қай кезде артикл n қолданамыз, ол first mention. We use an when we mention something for the first time. Яғни бір нәрсені бірінші рет айтып жатқан кезде біз артикл a және де n қолданамыз. Мысалы, I saw an old woman with a dog in the park. Мен паркте итпен бірге кәрі әйелді көрдім. Біз бұл жерде бірінші рет айтып жатырмыз, бұл әйел жайлы, бұл ит жайлы, Сондықтан артикл an қолданамыз. Тағы бір мысал. Yesterday I saw a seagull. Кеше мен шағаланы көрдім. Мен сіздерге шағала жайлы бірінші рет айтып жатырмын, сондықтан біз артикл an қолданамыз. Түсінікті, келесі тағы да артикл an'ді jobs және descriptions айтқан кезде қолданамыз, Мамандықтарды айтқан кезде немесе бір нәрсені сипаттаған кезде. Мысал келтіріп көрейік. Paula is a teacher. Паула мұғалім, мамандығын айтып жатырмыз. You are an engineer. Сен инженерсің. Немесе description. Paris is an interesting city. Париж қызықты қала, Түсінікті, осымен an аяқталды, енді they артикліне көшейік. Қай кезде артикл they'ді қолданамыз? Бірінші ол бізде second mention. Яғни, we use they when we mention something for the second time. Артикл they'ді бір нәрсені екінші рет айтып жатқан кезде қолданамыз. Мысалы, жаңа артикл an'ді бірінші рет айтып жатқан кезде қолданамыз дедім ғой. Міне, I saw an old woman
with a dog in the park. Бірінші рет айтып жатырмыз, сондықтан артикл an қолданамыз. Енді осы жайлы екінші рет тағы да айтатын болсақ, ол кезде біз артикл they қолданамыз. Second mention, екінші рет айтып жатырмыз. The dog was so cute. Түсінікті? Тағы бір мысал келтіріп көрейік. Yesterday I saw a seagull. Кеше мен шағаланы көрдім. Бірінші рет айтып жатырмын, шағала жайлы. The seagull was eating fish. Шағала балық жеп жатқан еді. Екінші рет айтып жатырмын. Екінші рет айтып жатқан кезде біз артикл they қолданамыз. Түсінікті, Келесі. Specific things, яғни анық айқын заттарды айтқан кезде. We use they to talk about specific things of people when it's clear which things of people we're talking about. Яғни мұнда біз үшін ол анық, не туралы, кім туралы айтып жатқанымыз анық болған кезде біз артикл they қолданамыз. Мысалы, pass me the salt. Маған тұзды берші, Не туралы айтып жатқанымыз толығымен анық, сондықтан біз the salt деп айтамыз, Келесі. The book on the table is mine. Үстелдегі кітап менікі. Мұнда қай үстел, қай кітап жайлы айтып жатырмыз, толығымен біз үшін анық, айқын, сондықтан бұл жерде біз they деген артиклды қолданамыз. Түсінікті, Келесі. There is only one, яғни әлемде тек қана бір ғана сондай зат немесе нәрсе болатын болса, біз артикл they қолданамыз. Мысалы, күн, the sun. Әлемде күн біреу-ақ, сондықтан біз алдына the қоямыз. The sun. The sun is shining brightly today. Бүгін күн жарқырап тұр. Тағы мысал келтіріп көрейік. Everyone was looking at the moon last night. Кеше түнде бәрі айға қарап тұрды. Мұнда ай біреу, сондықтан the moon деп айтамыз. Тағы бір мысал келтіріп көрейік. The Eiffel Tower is in Paris. Эйфель мұнарасы Парижде орналасқан. Эйфель мұнарасы біреу, сондықтан біз мұның алдына артикл they қолданамыз. Келесі, common places in town, with common places in town, where we commonly go, we use article they. Яғни, жалпы біз баратын жерлер, қаладағы, сол жерлерге біз article they қолданамыз. Олар бізде the park, the cinema, the doctor. Мысал келтіріп көрейік. I love watching movies at the cinema. Мен фильмдерді кинотеатрда көргенді жақсы көрем. Тағы. Let's meet at the library after school. Мектептен кейін кітапханада кездесейік. She spends her weekends at the beach. Ол демалыс күндерін жағажайда өткізеді. Түсінікті, Келесі, before superlatives, before superlative adjectives, we always use article they. Яғни, суперлатив, ол бізде күшейтпелі шырай ғой, күшейтпелі шырайдың алдында міндетті түрде article they өтеміз. Мен алдыңғы сабақта осы жайлы өткен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, сол сабақты міндетті түрде көріңіздер. Ал мен мысал келтірейін. She is the tallest person in the class. Ол сыныптағы ең ұзын адам. China is the most populated country in the world. Қытай әлемдегі халқы ең көп ел. Түсінікті? Hummingbird is the smallest bird. Колибри ең кішкентай құс. Түсінікті, Келесі, musical instruments. Яғни, before musical instruments, we always use article they. Музыкалық аспаптар, инструменттердің алдында біз міндетті түрде артикл they қолданамыз. Мысалы, I can play the piano. Біз жай ғана piano демейміз, the piano деп айтамыз. Музыкалық инструменттердің алдында міндетті түрде артикл they. Мен фортепианода ойнай аламын. Немесе, my brother can play the guitar very well. Менің ағам гитарада өте жақсы ойнай алады. Түсінікті, Келесі, mountain ranges. Before mountain ranges, we always use they. Таулардың алдына біз міндетті түрде article they қоямыз. Мысалы, skiing in the Alps is a popular winter activity. Альпіде шаңғы тебу танымал қысқы іс-шара. The Alps. Немесе, many trekkers dream of hiking in the Himalayas. Көптеген трекерлер Гималайда серуендеуді армандайды. Түсінікті.
Келесі ocean, seas, яғни мұхиттар мен теңіздерге, олардың аттарына, яғни алдына артикл the қоямыз, міндетті түрде. Қандай мұхиттар бар? The Atlantic Ocean, the Black Sea, the Red Sea, олардың алдына міндетті түрде артикл the қоясыздар. Мысал келтіріп көрейік. Flights often cross the Atlantic Ocean when traveling between Europe and America. Европа мен Америка арасында саяхаттау кезінде рейстер Атлант мұхитын жиі кесіп өтеді. Түсінікті ма? Келесі rivers, яғни өзен. Өзендердің алдына да артикл the қолданамыз. Қандай өзендер бар? The Amazon River, the Nile, Мысал келтіріп көрейік. The Nile is the longest river in the world. Мұнда қате белгілеп қойып, негізі the Nile ғой. Ніл өзені, Ніл әлемдегі ең ұзын өзен. Келесі. Tourists often take boat trips on the Thames to see the landmarks. Туристер көрікті жерлерді көру үшін Темз өзеніне қайықпен жиі барады. Мұнда өзеннің атына алдына міндетті түрде артикл the. Түсінікті. Келесі бізде plural countries, яғни before plural countries we always use article the. Ол қандай plural countries бар бізде? The United Kingdom, the United States, the Netherlands, the Philippines, the United Arab Emirates, the Maldives, the Seychelles, the Bahamas. Түсінікті. Олардың алдына артикл the қоямыз. Мыналарды жаттап алсаңыздар болады негізі. Келесі ол бізде parts of the day. Олардың before parts of the day, we use article the. Мысалы, ол қандай parts of the day бар бізде? The morning, the afternoon, the evening. Бізде night та бар, түн. Бірақ night бұның ішіне кірмейді. Night'тың алдына article the қоймаймыз. Мысал келтіріп көрейік. I usually go for run in the morning. Мен әдетте таңертең жүгіруге барамын. In the morning. Тағы the kids take a nap in the afternoon. Балалар түстен кейін ұйықтайды. The afternoon. They go for a walk in the evening after dinner. Олар кешкі астан кейін кешке серуендеуге шығады. The evening. Ал night болған кезде біз article the қоймаймыз. I prefer reading at night before going to sleep. At the night деп айтпайсыздар. Мен түнде ұйықтар алдында оқығанды жақсы көремін. Түсінікті. Енді article a and the түсінікті болса, кішкене задание, тапсырма жасап шығайық. Мына жерде 3 нүктенің орнына article a and немесе the қойып шығу керексіздер. Қазір видеоны пауза қойып соны жасаңыздар, және одан кейін жауаптарын тексереміз. Окей, guys, жасап болды деген ойдамын. Жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Сіздерде барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.